Саламатсыздар ма оқушылар? Бізде бүгін 9-шы сынып алгебрасын қарастырамыз. Бізде 22-де 3-ші есеп 38-ші беттегі. Бізде егер дейді синус альфа 3-тен түбір асты 3-ке тең болса, онда мына өрнектің мәнін тап дейді. Бірінші біз өрнегімізді түрлендіріп көрейік. Бізде түрленетін котангенс альфа бар. Котангенс альфа дегеніміз бізде косинус альфаның синус альфа қатынасы. Кестемізді ашсақ, 36-шы беттегі косинус альфаның синус альфа қатынасы. Демек, котангенс альфаны біз солай жазамыз. Бір алынған синус альфа көбейтілген косинус альфа, котангенс альфаны косинус альфа бөлінген синус альфа деп жазамыз. Сонда бізде мұнда синус альфа мен синус альфамыз қысқарады. Қалады 1 минус косинус квадрат альфа. Ал бізде 1 минус косинус квадрат альфа дегеніміз ол, мына кестеге қарасақ, формуласы бар. Косинус квадрат альфаны теңдіктің оң жағына шығарсақ, минус косинус квадрат альфа болады. Яғни 1 минус косинус квадрат альфа болады. Ол синус квадрат альфаға тең. Жазамыз. Сонда бізде мынау синус квадрат альфаға тең. Ал бізде бастапқыда айтылған егер дейді синус альфа 3-тен түбір асты 3 болса, онда синус квадрат мына өрнектің мәнін тап дейді. Бізде синус квадрат альфа, демек біз мына 3-тен түбір асты 3-ті жақшаға алып квадраттаймыз. Квадраттанда 3-тің квадраты 9, түбір асты 3-тің квадраттасақ, бізде түбіріміз түсіп қалады. Сонда 3. 9 бен 3-іміз қысқарады 3-ге, сонда қалады 3-тен 1. Өрнектің мәні 3-тен 1-ге тең. Келесі оқушылар, бізде екіншісінде тангенс альфамыз 3-тен 2-ге тең. Және мына өрнектің мәнін табу керек. Тангенс альфа қосылған котангенс альфа бөлімінде тангенс альфа азайтылған котангенс альфа. Жалпы бізде котангенс альфа дегеніміз ол 1 бөлінген тангенс альфаға тең. Мына формуланы, мына кестені пайдаланамыз, сол кезде есебіміз оңай шығады. Котангенс альфа дегеніміз 1 бөлінген тангенс альфаға тең. Сонда біз котангенс альфаны тангенс альфамен өрнектеп аламыз. Қосылған 1 бөлінген тангенс альфа бөлімінде де солай істейік. 1 бөлінген тангенс альфа деп біреуіне келтіріп аламыз, тангенске келтіріп аламыз. Енді мұнда біз ортақ бөлімге бөлейік. Бөлшектерімізді және өрнектерімізді біріктірейік. Сонда тангенс альфа береміз, мынаған 1 береміз, мынаған тангенс альфа береміз. Сонда үстінде қалады, алымында тангенс альфа, тангенс квадрат альфа қосылған 1. Ал бөлімінде тангенс квадрат альфа азайтылған 1 және ортақ көбейткіш, ортақ бөлгіш бізде тангенс альфа. Енді бұны біз бөліп жазып алайық. Қалай жазамыз? Алымын бөлек жазайық. Тангенс квадрат альфа қосылған 1 бөлінген тангенс альфа бөлінген бізде тангенс квадрат альфа минус 1 тангенс альфа. Көбейтумен жазатын болсақ, бізде бөліміндегі бөлшегіміз керіге ауысады. Яғни тангенс альфамыз алымына кетеді, тангенс квадрат альфа минус 1-іміз бізде бөліміне кетеді. Сонда тангенс альфаларымыз қысқарады. Мынаны біз қысқарта алмаймыз, себебі біреуінде плюс, біреуінде минус. Енді бұны тағы өрнектейік. Бізде мына немізге қарасақ, кестемізге қарасақ, 1 қосылған тангенс квадрат альфа дегеніміз ол 1 бөлінген косинус квадрат альфаға тең. Яғни жазамыз. Біз сонда не жазамыз? 1 бөлінген косинус квадрат альфа дейміз. Және бөлімінде тангенс квадрат альфа минус 1-ге тең деген жазамыз. Жоқ оқушылар, бізде тангенс альфаның мәні бар. Бізде былай қысқартып орындап қажет емес. Сондықтан да біз айналдырмай қоя қойық. Яғни қалған жазамыз тангенс квадрат альфа плюс 1 бөлінген тангенс квадрат альфа минус 1. Сонда тек тангенстің мәнін біз орнына қоя қоямыз. Бізге тангенске келтіріп алдық қой. Тангенс альфа дегеніміз 3-тен 2-ге тең. Жазамыз 3-тен 2. Не ол бізде? Квадраты, шығысжан сыртында квадраты қосылған 1. Бөлімінде де 3-тен 2 квадраты минус 1. 3-тен 2-нің квадраты дегеніміз бізде 9-дан 4. 9-дан 4 қосылған 1. Бөлімінде 9-дан 4 азайтылған 1. Ортақ
бөлімге келтірейік. 9-дан береміз. Не болады сонда? Алымында 9-дан 4 қосылған 9, бөлімінде 9, 4 азайтылған 9. Яғни 9-дан 13 көбейтілген, бөлінген деп жаза берейін. 9-дан минус 5. Бұны көбейтуге айналдыратын болсақ, көбейтілген бөлуден кейінгі бөлшек бізде керіге айналады. Алымы бөліміне, бөлімі алымына кетеді. 9-ды алымына жібереміз да, минус 5-ті бөліміне жібереміз. Сонда бізде 9-дарымыз қысқарады да, не қалады? Минус 5-тен 13 қалады. Немесе минус 2,6 қалады. Келесісін қарайық. Бізде үшіншісі берілген. Үшіншісіне не дейді? Тангенс альфа тең болады 5-тен 2-ге тең. Және өрнегіміз синус альфа азайтылған косинус альфа бөлінген синус альфа қосылған косинус альфа. Жалпы бізде берілгенде егер деп тұр. Егер бізде тангенс альфа деп тұр. Демек біз мына өрнегімізді тангенс альфаға келтіріп алуымыз керек. Тангенс альфаға келтіретін болса, бізде тангенс альфа дегеніміз неге тең? Қарап жіберейік. Тангенс альфа дегеніміз ол синус альфаның косинус альфа қатынасы. Демек бізде бұл бөлшектерді косинус альфаға бөлетін болсақ, сонда бізде тангенс альфа шығу керек. Яғни алымын да бөлімін де косинус альфаға бөлеміз. Сонда синус альфа бөлінген косинус альфа, азайтылған косинус альфа бөлінген косинус альфа, синус альфа бөлінген косинус альфа қосылған косинус альфа бөлінген косинус альфа. Бұл жерде бізде косинустарымыз қысқарып кетеді. Бір қалады. Ал мына синус альфа, косинус альфа дейміз, бізде тангенс альфаға тең. Тангенс альфа азайтылған 1, ал бөлімінде тангенс альфа қосылған 1. Бізде мына жақта 1 қалады ғой. Тең болады. Сонда бізде тангенс альфаларымыз бар. Енді тек орнына қоямыз. Жазамыз 5-тен 2 азайтылған 1, бөлімінде 5-тен 2 қосылған 1. Ортақ бөлім келтірейік. 5-тен 2-ден азайтамыз, 5-ті минус 3-ке тең. Бөлімінде 5-тен 2-ге қосамыз, 5-ті 7-ге тең. Яғни минус 5-тен 3 көбейтілген 5-тен 7. Ол дегеніміз қысқаратты, минус 7-ден 3-ке тең екен. Келесісін қарайық. Бізде төртіншісі берілген. Тангенс альфа 2-ден 3-ке тең. Өрнегіміз синус альфа, косинус альфа бөлінген синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа. Бізде тангенс альфа берілген. Қарайық, ең үлкен дәрежесін қарайық. Синус косинус квадрат болып тұр. Демек біз бұл бөлшекті тангенске айналдыру үшін косинус квадрат альфаға бөлеміз. Сонда бізде косинустарымыз қысқаратындар қысқаратты. Синустарымыздың косинусқа қатынасы тангенсті беретін болады. Жазамыз, алымында бөлімінде жаңағындай косинус квадрат альфаға осы жолы бөлеміз. Синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа. Сонда не болады бізде? Қарайық. Косинус альфа мен косинус квадрат альфа дегеніміз, ол косинус альфаны 2 рет көбейткендегі кетеді. Значит, бізде біреу кетіп қалады. Және косинус квадрат альфаларымыз қысқарып кетеді, орнына 1 қалады. Демек, үстінде қалды алымында бізде синус альфаның косинус альфаға қатынасы және синус квадрат альфаның косинус квадрат альфа қатынасы минус 1. Бұл дегеніміз алымында тангенс альфа, бөлімінде тангенс квадрат альфа минус 1 деген сөз. Жазайық. Тең болады тангенс альфа алымында, бөлімінде тангенс квадрат альфа минус 1 деген сөз. Тангенс альфа дегеніміз бізде 2-ден 3-ке тең. Орнына қоямыз мәнін 2-ден 3, бөліміне 2-ден 3-тің квадраты азайтылған 1. 2-ден 3, 4-ден 9 минус 1. 2-ден 3, мұнда деген 4 берсек, 4-ден неше қалады? 5 қалады. 9-дан 5 азайтсақ, 4 азайтсақ 5 қалады. Жазамыз 2-ден 3 көбейтілген 4-ден 5 деп, және қысқартулар орындайық. Сонда қалады 5-ден 6, ол дегеніміз 1,5-тен 1 немесе 1,2 екен. Бесіншісі берілген, бізде синус альфаның мәні берілген 3-тен 2-ге тең, және өрнегіміз 1 минус тангенс квадрат альфа мен бөлінген 1 минус тангенс квадрат альфа. Енді біз бұнда қарастыруымыз керек, жаңа кестені қарап жіберейік. Синус альфаға келтіруіміз керек қой. Сонда бізде қайсы синус альфаға келеді?
1 плюс тангенс квадрат альфа дейміз, бізде 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Ал 1 плюс котангенс квадрат альфа дейміз, 1 бөлінген синус квадрат альфа. Демек, біз 1 плюс котангенс квадрат альфаны синус квадрат альфаға айналдырып аламыз. Енді қарайық, бізде теріс таң болып тұр екен, бізде синус альфа мына келмейді екен. Демек, бізде котангенс квадрат альфаны біз тангенс квадрат альфа айналдырып аламыз. Ол дегеніміз 1 алынған тангенс квадрат альфа бөлімінде 1 минус котангенс квадрат альфа дейміз. Ол бізде 1-дің тангенс квадрат альфа қатынасы, яғни қазіргі жағдайда бізде 1 бөлінген тангенс квадрат альфа. Және ортақ бөлімге келтірейік, бізде тангенс квадрат альфа береміз. 1 минус тангенс квадрат альфа бөлімінде тангенс квадрат альфа және тангенс квадрат альфа міне азайтылған 1. Ол ортақ бөлім, бізде бөліміндегі. Енді мынаны бөлуді орындайық. Енді біз бөлуді орындайық, алымын жазамыз. Жақшамен жазайық. 1 минус тангенс квадрат альфа бөлінген, бөлуді көбейтіп жіберейік. Бөлімін бізде бөлшек ауысады дедім ғой жаңа. Бөлімі алымына, алымы бөліміне кетеді. Яғни бөліміне бізде тангенс квадрат альфа минус 1 барады, ал алымына тангенс квадрат альфа барады. Сонда бізде мында қысқарып кетейін деп тұр. 1 минус тангенс квадрат альфалар. Мында бізде минус сыртына шығады ғой. Минус 1 минус тангенс квадрат альфа. Демек, мында минус 1 қалады. Минус 1 қалады. Демек, бізде қалады минус тангенс квадрат альфа. Енді істейміз. Тангенс квадрат альфамызды біз синус квадрат альфаға, синус альфа келтіріп аламыз керек. Жалпы тангенс альфа дейміз, бізде синус альфаны косинус альфа қатынасы жазамыз. Синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа. Синус альфаның мәні белгілі, ал косинус альфаның мәні белгісіз. Сондықтан косинус тауып көрейік. Косинус альфа дегеніміз ол 1 минус синус квадрат альфаның түбір астындағына тең. Орнына мәнін қояйық. 1 минус 9-дан 4. 9-дан 4. Ол дегеніміз 9-дан 5 түбір астында. Яғни 3-тен түбір асты 5-ке тең екен. Енді орнына қояйық. Минус синус квадрат альфа дегеніміз бізде 9-дан 4 бөлінген косинус квадрат альфа дегеніміз бізде 9-дан неше екен? 9-дан 5 екен. 9-дан 5. Бұл дегеніміз минус 9-дан 4 көбейтілген, 9 бөлінген 5. Яғни 9-дарымыз қысқарып кетеді, минус 5-тен 4 қалады, немесе минус 0,8-ге тең. Оқушылар, келесі есепте бізде 6-шысында косинус альфаның мәні берілген, минус 3-тен 1-ге тең, және 1 минус тангенс квадрат альфа бөлінген 1 минус котангенс квадрат альфа дейді. Бұл жерде біз тек қана былай істеп көрейік. 1 минус тангенс квадрат альфа дегеніміз ол синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы, және 1 минус котангенс квадрат альфа дегеніміз ол кері косинус квадрат альфаның синус квадрат альфаға қатынасы. Енді бізде косинус альфаның мәні белгілі, демек синус альфамызды таба аламыз. Синус квадрат альфа дегеніміз ол 1 минус косинус квадрат альфаға тең. Яғни бізде 1 минус 3-тен 1-ге тең. Ол дегеніміз 1 плюс 3-тен 1, яғни 3-тен 4-ке тең. Демек жазамыз 1 минус синус квадрат альфа дегеніміз 3-тен 4 бөлінген косинус квадрат альфа дегеніміз ол минус 3-тен 1. Минус 3-тен 1-дің сыртында квадраты, яғни 9-дан 1 бөлінген 1 минус 9-дан 1 бөлінген 3-тен 4 екен. Енді осыны орындайық. Бірінші мынаны өрнек есептеп алайық. 4 бөлінген 3 көбейтілген 9-дан 1 ғой. 1-ден 9 ғой. Мында бөлек есептеп жатырмын. Ол дегеніміз 9-мыз қысқарады 3, яғни мынада бізде неше қалады? 12 шығып тұр. Мынау бізде 12-ке тең болып тұр. Енді мынаны қарайық. 9-дан 1 көбейтілген 3 бөлінген 4. Мынада керісінше 12-ден 1-ге тең болып тұр. Жазамыз. Тең болады. Бізде қалды, не қалды? 1 минус 12 және 1 минус 12-ден 1. Бөлімін біз не істейміз? Алымында 11 шығып тұр, минус 11. Бөлімін біз ортақ бөлгешке келтіріп алайық. 12-ден аламыз 1-ді 11 қалады.
сонда минус 11 көбейтілген 11-ден 12, яғни 11-леріміз қысқарып кетеді да, жауабы 12-ге тең екен. Минус 12-ге тең.